23-тамызда құрылтай. Құрылтай дегенimiz енді бұл депутаттарды сайлау екен өрді. Кімдерді сайлайды енді? Өрді не деп жатыр? Жағы өзгерістер қажет деп жатыр. Өзгерістер қажет деп жатыр. Дұрыс, халық өзгерісті күтіп отыр. Үміт артып отыр осыларға. Мыналарға үміт артып отыр халық. Бұлар енді халықтың үмітін ақтау үшін бар жатқан адамдарға ұқсамайды мен енді. Бұларда неге дегенде мысалға мыналарда не сауат бар? Ештеңе сауат жоқ. Бұлар тек қана жаңағы қалаулым, я болмаса әнші, болмаса міне біреу айғырға өзін ұқсатып жүретін адамдар кетіп бара жатыр. Бұлар халықтың үмітін ақтауға кетіп бара жатқан жоқ. Өзінің жеке бас мүддесіне, жеке басын жаңағы көтеруге, жеке шаруасын көтеруге кетіп бара жатқан сияқты. Алдыңғы депутаттарда сондай болды ғой. Миллионнан ақшалады айлығына. Олар тек қана кнопканы басуды ғана білді. Кнопканы басуды сиыр да біледі. Сиыр. Анау баяғыда мен айтып едім ғой, менің әкем малшы болып істеген, жаңағы ақтақырдың жанына не қойып қойған, тостағанша астында несі бар, кнопкасы бар. Кнопкасын басса су шығады, сиырлар сол кнопканы басады. Бұл депутаттар тек қана сол кнопка басуға кетіп бара жатқан сияқты. Алдыңғы депутаттар да тек қана сол жерде кнопка басып отырған. Халыққа ешқандай титтей де бір пайдасы тиген жоқ солардың. Бар да не біреу боксерлар. Неге істемеске? Неге? Бірақ қолынан түк те келген жоқ, қолынан іс те келген жоқ. Бұл енді қолынан іс келетіндерім кетіп бара жатқан жоқ берді. Барлықтар бізге таныс болып тұр ғой бұлар енді. Айғырбектер кетіп бара жатыр. Міне біреу жаңағы шоумендер кетіп бара жатыр. Өлеңшілер кетіп бара жатыр. Өлеңшілер не білдіреді? Сахнаға шығып алып, мүмкін сахнаның ішіне кіріп алып, жаңағы ішіне жынды топтап алғандар, осылар кетіп бара жатыр. Халықтың не мәселесін шеше алады? Халықтың әл-ауқатын қалай көтере алады осылар? Бұлар енді барғанда бірдеңе пісіреді дейсің, пісіре алмайды бұлар ештеңе. Халық бұларға үміт артып отыр. Енді мен бармай-ақ қойын. Менің қарсыласым тәуірлі болса, мен қарсыласым жіберейін дейтін бір халықты ойлайтын адам жоқ. Нақты істер партиясы дейді. Халық партиясы, жаңағыдай ауыл партиясы деп кетіп барады. Өңкей партиялар сайлап қойған, бұлардың барлығы жаңағы өңкей жасақталған, өңкей сауатсыз, ілімсіз, қолынан іс келмейтіндер жасақталып алған. Осылар кетіп барады енді міне. 23 тамызда сайлау деп тұр ғой. Енді сайлауға халық баруды да қойған қазір, ешқайсысы бармайды да. Бұлар енді келіп алып өздері сайлап алады да, депутатпын деп отыра береді. Бірақ қолдарынан ешқандай іс келмейді, шаруа бітіре алмайды, халықтың үмітін ақтай алмайды деп мен жаңағы қазірден айтып тұрғаным, мынау кетіп халықтың үмітін ақтайды, міне біреу қыз. Қаяқтан халықтың үмітін ақтайды. Сол сияқты кетіп бара жатыр енді, қайтеміз енді. Қой десе қоймай жатыр ғой енді бұлар. Қой, қолыңнан келмейді ғой, қойсаң десең де болмайды. Не біреулер кетіп бара жатыр, басына салафан киіп алғандар. Бұлар не бітіре алады десеңші. Сөзден іске деп қояды, сөзден іске көше алмайсыңдар, сендер сөзден асамайсыңдар деп мөлшерде сендерге айтқым келіп тұр. Неге дегенде көреміз енді сендер. Көргенде несін көреміз? Сендер сауатсыз сөйерде жағы мәжілісте ұйықтап отырғандарыңды көреміз. Басқа не көреміз? Болмаса жұмашқа шайнап отыра бересіңдер. Ештеңе көңіл бөлмейсіңдер. Мәжілісте отырғандарың көріп жатыр қой. Жағы аптан шаршаған, аптан жағы милар просрочный болған, мәжілістегі сөйлеп жатқан сөздерді қабылдай алмайтын өңкей шалдар кетіп бара жатыр. Мынау да не бітіреді? Тұрсын мынау. Вадим Басин деймін, не дейді? Бұл не бітіреді? Бұл енді халықтың қамын ойлайды дейсің бе? Бұлар білмеймін, мына айғырды құшақтап, мынау тұр, мынау айғырды қапсырақ құшақтап алып. Бірдеңе бітіретін адамдар ұқсап. Мен енді сайлауға өзім бармаймын. Бірақ өзім бармаймын деймін. Халықтың ешқайсысы халықтан сайлауға барып жатқандарды көрмейміз. Әйтеуір анау мектептегі мұғалім, директор ұстаздарға тапсырып қойған көйлектерін, нәскилерін ауыстырып келіп, жаңағы прическаларын қайта өзгертіріп кеп, осылар қайта дауыс беріп, осыларды депутатқа сайлап қояды, еріндерін дүрдейдеп, тек қана мәжілісте ұйықтап жатады. Ұйықтап атпағанда не қалады бұлар енді? Қолынан іс келмесе.